Нью-Йоркке қонуға 3 минут қалды деп тұр. Қазір қону керек біз. 260 км/час точно биіктіктеміз. Құрлықты бастадық. Оған дейін тек қана мұхит тұғын. Осылай қалай қонатынымызды көрсетіп болады. Далада жаңбыр құйып тұр. Туристерге, конечно, жаңбырдың болмаған жақсы, бірақ амал жоқ. Жаңбыр емес күн тақыдырам. Қазір паспортный контрольдан өтеміз. Сондықтан тұрым. Енді бәрі жақсы болады деп ойлаймыз. Көптеген бұл жерде Work and Travel'мен келіп жатқан студенттер бар екен. Екі қыз Work and Travel'мен келген. Олар 3 ай бойы жұмыс істеп, Америка тілі үйреніп, мәдениетін үйреніп, ақша тауып елге қайтады. Өте жақсы мүмкіндік. Осы жердегі барлығы қазір паспортный контрольда тексереді барлығын. Заңды келіп жатыр ма, қалай келіп жатыр. Багажымызды тұрмыз. Бір багажымызды алдық. Енді паспортный контрольдан өттік, аман-есен. 6 айға басып берді. Енді екінші багаж, таныстарымыздың багажына келіп жатқан. Біз Нью-Йоркке қондық, аман-есен. Қазір қалаға бірінші рет шығайын деп жатыр. Қала суық, өткені жаңбыр жауған. Бірінші терминалдан түстік. Бізді бірінші рет жерлесіміз Назира деген ханым күтіп алды. Мен Балзира деген коллегам бар, соны сыңары жақсы привет. Нью-Йоркке баратырмыз. Жерлесіміз қазақтар күтіп алғанына өте қуаныштымыз. Басқа жетіріп. Бұл жақта қамес салқындау. Қателеспесем 20 градус шамасында. Келе жатқан машинамыз Toyota Prius. Бұлар гибрид болып есептеледі. ақш-тағы бұл 2007 ма? 2006 жылы состояние жақсы көрінеді өте. Бірақ хозяин болған ғой. Бірақ хозяин болған ба? $3600 алдыңыз ба сонда? Иә, 3600. Қазақстанда мүмкін бұл 2 есе 3 есе тұратын шығар мүмкін. Бірақ өте экономичный, $20 полный бак келсе. 2 аптаға жүреді. Сол 2 аптаға жүреді. Келем осы жұмысын получается Бруклиннан, осы Queens аэропорт JFK жақта жұмыс істеймін өзі. Осы қасында 15 минуттық жер аэропорттан. Сол жерге получается где-то қанша майл болады? 10-15 майл ғой. Километрмен 22 ма? Где-то сондай. 25 километрдей болды сияқты. Я барып келемін, сол 2 аптаға маған спокойно жетеді. $20. Понятно. Америка келсе, қиналмай бірден $3000 осындай бір машина алуға болады екен, арендаға алып. Егер де көшіп келетін немесе ұзақ мерзімге келетін адамдар болса, 2 айға, 1 айға немесе жарты жылға келетін болса, бірден көлік сатып алып кететін кезде қайтып сатып жүруге ыңғайлы екен. ақш-тан аэропорттан, Джон Кеннеди аэропортынан қалаға апаратын Air Train дейді ғой, аты қателеспесем, төбедегі осы біздің Алматы, Астана, Нұр-Сұлтан қаласындағы анау не дейді, памятник коррупционерам дейді ғой, ЛРТ-ға бір ұқсайды екен. Өкінішке орай біздікі тек қана анау тіреуіштері бар, бұл жақта жұмыс істеп тұр. Онымен әрине тезірек баруға болатын сияқты. Ал мынау Нью-Йорктың көшелері осындай, әлі орталығына келген жоқпыз. Нью-Йоркқа уже кірдік, Нью-Йорктың қалаға, иә? Манхэттен кіріп жатырмыз ба? Иә, мына жерде не Гудзон басында? Да, Гудзон, который Бруклинский мост, Манхэттенский мост нелері. Вот анасы, сол жақта Манхэттен. Вау, сол жақта тұр екен ғой. Көрінбейді жерден анық. Иә. Мына жерде бір мост тұр. Негізі Манхэттен мен жаңағы 21 мост бар дейді вообще Нью-Йоркта. 21 мост. Манхэттенге кіретін, иә? Иә, Манхэттенге кіретін 21 мост. Біз естігеніміз сол не? Бруклинский мост естідік. Манхэттенский мост естідік. Одан кейін барып жаңағы Веризана мост. Ана пешеходный әдемі суретке түсіп жүргендер ол қай мост?
ол бруклинский мост. Бруклинский мост. Ең старый сол. Қалай иә? Көбісі 30-40 жылдар салынғандар иә? Қалай ұстады? Түнгі Нью-Йорк жаңбыр жауғанда бәрі анық көрінеді. Жол жөндеу жұмыстары жүріп жатыр деп қойыпты. Я всегда осыны. Нью-Йорк негізі жолы мен байқауым бойынша күшті емес, өйткені теңіздің жанында болған соң ол жерде Гудзон, сондықтан жылда бұзылады. Мен екінші рет келуім қазір Нью-Йоркке. Байқаймын, көп жерде, көп көшелерде жауып тастап ремонт жасап жатады. Жылда ремонт жасайды, қателеспесем, Манхэттенде тең бар. Жылда ремонт жасайды. Біздің Қызылорданың кейде Қазақстанның жолдары сияқты деп ойлап қаламын. Сол бұяқтың строитель компаниялары біздікімен бірдей екен деп қоямын кейде. Мен де ойлаймын, тендерді қалай істеткен бұлар соны қызық. Манхэттенде зданиялар всегда реконструкция. Біреусі бітсе екіншісі, ол всегда сондай уже Манхэттенде. Бірақ кейбір штаттарда жолдары керемет, ұзақ жүреді. Әдемі жолдары да бар. Сол ауа райға байланысты сияқты, скорее всего. Нью-Йоркте еще население көп қой. Население вообще көп. Машина көп жүреді. Сосын кейбір нелерде мен естуім бойынша анау автобандар бар емес па? Бетонированный. Олар негізі 300 жылға есептелген ба? Сонда дейді сапасы бойынша. Качествосы ма? Иә, качествосы сондаға қызмет ету керек деп. Нью-Йорк 29 май Нью-Йорк Манхэттенде тұрмыз, жаңбыр жауып отыр, күн салқын, 10 градус шамасында. Таңғы 8:30 жаңбыр жауып тұр, сондықтан сәл қолайсыз болып тұр жаңбыр. Оған қарамастан қыдырып отырсамыз 10 градус күздің температурасы сияқты салқындау. Біздің қонақ үй Нью-Йорктағы Манхэттен орталығындағы қонақ үй. Міне таныстыра кетейін. Осындай қонақ үйді, кішкентай қонақ үйді алдық. Есік мына жерде мүмкін 10 квадрат метрге жетпейді. Американа Inn деген қонақ үй. Арзан бюджеттен, сондықтан аса бір күшті ерекше бір нелер жоқ. Сондықтан бірақ ең маңызды орналасқан орны бұл Манхэттен орталығында орналасқан. Осындай ғимараттар, пока бұл Нью-Йорк үшін кішкентай ғимараттар, қазір біз орталыққа шыққан кезде көретін боламыз. Осы жерде ыңғайлы, кинодағыдай, америкалық кинодағы сияқты терезені ашып, осы жаққа шығып осылай барамыз да. Осындай киім жинайтын жер. Қатты үлкен емес, бірақ сонда да бізге комфортно. Ең маңыздысы таза және орталықта орналасқан орны өте ыңғайлы. Осындай шамамен біздің жалдаған қонақ үйіміз. Енді туалет ваннаны көрсетейін. Қарапайым туалет ванна, өте ыңғайлы деп ойлаймын. Ең маңыздысы таза. Американың душтары әсіресе ерекшелігі осындай. Оны прям Қазақстандағыдай шешіп, жан-жақта бағытқа қойылмайды, ол тек қана стационарный орында тұрады. Соларда осындай тек оңға солға, аяғыға бұраса ыстық, аяғыға бараса мұздай, астына барса өшіріледі. Осы душтардың ерекшеліктері. Көп жағдайда мен осындай көрмедім, бұл жерде бар екен. Қолмен шешіп, оны көбінесе американдықтар иттерді жууға, ит мысықты жууға өте ыңғайлы қолданады, бірақ көп жағдайда бұл да болмайды. Осындай кішкентай рум-тур біздің бөлменің несін гостиницаның Американа Inn деп аталады. Егер де аламыз жазылы Booking.com'да бар. Енді супер жағдай емес, бірақ хостелдардан 10 есе артық, бағалары шамамен $85 екі адамға тұрады бір күнге. Қазақстандық бағалары мен салыстырғанда бұл ақш-тағы танымал супермаркеттердің бірі, ол Whole Foods. Міне бағалар бір данасы $2,5. Хас авокадо. Авокадоның бір түрі. Басқа түрі авокадоның. Помидор. Помидордың бағасы
паунд деген салмаққа бөлгеріп $3 шамасында. 1 паундтан 2 килограмм бар, соны білмеймін, оны бір қарап алу керек екен. Банандар бар мына жерде. Риск келмей тұрғандар да бар. Мына кішкене помидорлар бар. Банан бағасы. Мұнда қауындар бар. Bir штугы $5 екен қауындар. Қызылордадан да осындай күшті қауын шығарып алады. Біздікі тәттірек шығару күні жақсы. Бананның 1 штугы 50 цент екен. Ананас $3 шамасында. Және қарбыздың бағасы қайда? Папайя. Қарбыздың бағасы көп байқалмайтын. Міне органикалық өсімдіктер, жеміс-жидектер өте қымбат тұрады, сондықтан бұл аяққа тұрған неден қымбаттау тұрады. $3. Органик деген айта кетейін, ол жерге ешқандай гербицид болмаса, химикаттар ешқандай қосылмаған болып есептеледі. Таза бір Алматының алмасы сияқты, бірақ біздің әрине дәмі жақсырақ. Жаңа сим карта алдық, T-Mobile деген. Осы T-Mobile офисі. Осы T-Mobile деген офисі. Осындай симка алдық, номерімен, тарататын мүмкіндігімен $55 салықтарымен бірге 55-64 цент шықты. Сим карта алдық та, ішіндегі өз телефоныма салып алдым қазіргі. Ана арқылы төлемді қабылдады, картаға салып. Осындай мүмкіндік бар. 10 гигабайт $55. Қазір Таймс-скверге барып тұрмыз. Көрмейді жеріміз. Өзіміз қарамасақ. Empire State Building. Нью-Йорк полиция департаменті бөлімшелердің бірі. Алдында осындай полиция машиналар толып тұр. Типа біздің ровода сияқты шығар. Полиция машиналар ішінде не бар екенін көргенін десе. Не осындай. Бәрі көрінеді. Нью-Йорк өте үлкен қала, бірақ орны өте аз болғандықтан осындай стоянкалар кейде осындай болады. Машина қойып, тіпті көп жағдайда мүмкін емес. Қойып кетсе машинаны полиция келіп штрафтап, немесе эвакуатордан алып кетеді. Ал стоянка құндары өте осындай ақылды стоянкалар бар, осындай қымбат тұрады кейде. Орын аз болған соң амал жоқ, кейде осындайға мәжбүр. Бағаларда жазылған сияқты. 10 сағатқа дейін $30 деген сияқты, қателеспесем доллар шығар бағалары. Осындай паркинг ақылы. Бұл жерде неше этаждыке болады білмеймін, 3-4 этажды болады сияқты. Қазір біз жақсы бөлім көреміз. Жаңбыр қойды, солысы жақсы болды. Жаңбыр жай сіркіреп тұр, видеоны көрмейтін шығар. Қазір алдымызда 3 көшеден кейін Таймс-сквер. Өте үлкен ғимараттар. Манхэттендағы Таймс-скверге келіп қалдық. Осы басы Таймс-сквер келдік дегенім. Ғимараттың түгел барлығы телевизормен қапталған. Ең қымбат реклама жасайтын әлемдегі орындардың бірі. Рекламадан келетін салық өте жоғары. Қазір ары қарай жүр. Ары қарай сіздерге көрсетеміз.
Вот. Вот тебе и Таймс-сквер. Далада 10 градус, өте суық. Ал, гидроппен толып жүрміз. Ал бұлар гидроппен толмайды. Bumblebee. Bumblebee. Batman. No, no, thank you. ¡Viva México! Біз қазір Таймс-скверге келдік. Манхэттен, Нью-Йорк. Өте әсерлі орын. Адамдар баяғыдай көп емес, карантин болғандықтан, бірақ осының өзі біз үшін көп емес, аз емес. Так. Джоз пицца деген пиццерияға келдік. Бұл 1975 жылдан бастап істеп келе жатқан орын екен. Қарапайым жер, адамдар өте көп. Кішкентай ұсақ бірақ бөлме. Бірақ бұл жерге Қазақстанда, Америкадағы көп жұлдыздар келіп тамақ жеген атақты жер екен. Джойс пицца, Джонның пиццасы дейді. Кезінде осындай болған екен. Ана қараңыздар енді. Микки Рурк бар. Осы жердің пиццасын біраз атақты әншілер, актерлар келіп жеген екен. Не, Ленни Кравиц. Осындай көп өте. Анау менің любимый актерім. Фамилия бар. Өзі көп деген метода бар. Көп атақтылары жеген. Олардың бір ретінде, мен де атақты ретінде не қылдық? Кевин Бейкон. Леонардо Ди Каприо. Кішкентай ғана орын, бірақ Нью-Йорктың метросына түсіп отырмыз. Қазір біз Уолл-стриттегі бронзовый бұқаға барып, осындай қазір жаңартылған екен. Қазір бірде картамен төлеп кетсе болады. Міндетті түрде метроның картасын алу міндетті емес. Өте ыңғайлы жасаған екен. Қазір қараңыздар қаншалықты тез болатынын. Кетті. Осылай қазір шығамыз. Ола қауыздар. Біз қазір Уолл-стритке бару үшін Кони Айленд деген осы пойызға мінеміз 42-ші көшеден.
ары қарай тағы перезат жасаймыз. Бұл метро қайта тазалау екен басқалардан көрі. Біз қазір Уолл-стриттегі бұқаның қасына келдік. Бронзовый бұқа. Осы Уолл-стритті жалпы бүкіл әлемнің экономикасына әсер ететін осы жердегі Уолл-стриттегі экономистер, мекемелер, биржа дейма, құнды қағаз дейма, соның барлығы осы көшенің бойында орналасқандар. Қазір бір қызық көрсетейін. Нью-Йорктағы Уолл-стриттегі бұқа. Осы бұқаның тасын ұстаса, ақшалы боласың деген сияқты ма бір сөз бар. Сондықтан барлығы кезекке тұрып, тасын ұстауда. Мында кезектің анау жақта тұрып, ең соңы мына жақта тұрып примерно. Осы жақта тұрсаңыз, бүйтіп кезектің бәрін келіп, бір сағаттан жарты сағаттан кейін суретке түсу мүмкіндігің бар. Америкада бір жер жақсы, кезекті өте қатты адамдар сыйлайды, сондықтан ортаға кіріп кету деген жоқ. Не көрдіңіздер ғой? Уже жалтырап қалған. Мынау қайта мәдениет жігіт екен. Мына бір жігіттер сонша екі қолымен құшақтап алыпты. В общем, осындай. Ал бұқаның тұмсығын ұстауға, мүйіздерін ұстауға, оны кезектің түрі. Мына кезек осы жерден басталады, осылай барады, осы жерге дейін барады. Біз енді жарты сағат уақытымыз құрта алмайық деп оған қаралмай кеткіміз кеп тұр. Өйткені қазір Сатоу Свободаға барымыз келеді. Сіздерге мына видеоны көрсетіп жіберейін деп шештім. Енді биржа ұғымында бұл жақта бұқа өсуді мағынасын білдіреді. Қателеспесем, тағы да бір жануар бар, ол белгілесе, ол биржаның несі өсімдері түседі деген мағына. Сондықтан жақсы белгі. Біз енді ұстауға аса бір құмар емеспіз, сондықтан тек көріп кетейік, суретке түсіп кетейік. Осы ғимараттарда бүкіл әлемнің экономикасына әсер ететін шешімдер қабылданады. Бүкіл әлемнің. Мына Бродвей көшесі, 26-шы ғимарат. Біз қазір ары қарай Жақсыгүлмен неге барамыз? Бұл жақта қазір сағат 5 болды, 5:25 кетті. States Custom House. Бұл таможня ғимараты деген, қазақша айтқанда таможня. Мынау метроға кіре беріс есігі, төмен қарай түсетіні. Так, әдемі жерлер екен. Әдемі National Museum. Ішіне музей екен, ескі ғимараттардың бірі ғой. В общем, Starbucks, даунтаун өте енді финансистердің ортасы ғой, сондықтан тазалау. Сосын өңкей сондай деловой стильде барлығы. Ғимараттары, кафелері аз сияқты. Қарасаңыздар. Қаржы. Финансовый центр, осы ақштағы ең биік ғимарат осы жақын жерде орналасқан. Қазір біз бірінші баржаға барайық, үйгірсек соған неміз деп отырмыз. Болмай жатса, жаңағыдай World Trade House'ға барамыз. Семейде үлкен ғимараттар өте. Не ғимарат? One Battery Park Plaza дейді. Бұл жерде адам көзі тоймайтын, көзіне сыймайды үлкен ғимараттар. Өңкей. Шаршап қалдық, енді кешке қонаққа барамыз. Ет тамақ жеп, осы Нью-Йорктан таңғы 6-да Чикагоға ұшамыз. Чикагодан да видео жіберетін боламын. Бақылап отырыңыздар. Осы жақтан шықтық біз. Енді Staten Island деген аралға барамыз. Осының жолымызда Сатоу Свобода көріп кетеміз. Мынау Манхэттендегі ғимараттар. Осы жерде Уолл-стрит, Бронзовый бұқа, бәрі осы жақта. Мына жерде Манхэттен болса, Нью-Йорктың орталығы, мына жерден бастап Нью-Джерси басталады екен. Нью-Джерси штатының қаласы мен түсінуім бойынша. Енді мақта біз Staten Island барған жолда
қай жаққа барамыз? Статус Свободаның жанынан жүзіп өтеміз. Сондықтан оның қасына бару, өзінің аралдың өзіне бару міндетті емес. Міне Статус Свободы терезе кіріп болғандықтан дұрыс көрінбей тұр. Бұл баржаның төбесіне мінуге болады еді, бірақ күн салқын болғаннан кейін жауып тастаған көрінеді. Тек қана осы жерден көруге мүмкіндік бар. Жақындағанда осындай. Осылайша Стейтен Айлендқа баратын тегін кемемен қасынан өтіп суретке түсіріп көріп кетсеңіздер болады. Егер де ақшаға кемеге мінемін десеңіздер, өзіне апаратын кеме, қателеспесем, бір $40-50 тұрады. 2 адам болса, әжептәуір ақша болады. Сондықтан уақытысы барлар барып қайтса болады, уақытысы жоқтар осылай жанына тегін барып қайтуға мүмкіндігі бар. Ютубтан осындай ақпарат көргенмін, шын екенін өз көзімнен жетіп отыр. Әр жарты сағат сайын Стейтен Айлендқа кеме жүріп тұрады, сондықтан соны үлгеріп барып бірден қайтса болады. Қара жақыннан қаршы, мені көр. Жақында көрдім, жақында көрдім. Манхэттен аралына бара жатырмыз. Мына жерде Манхэттен өзге барып, осы Бруклинге метромен өтеміз. Қонаққа Стейтен Айленд. Біз қазір Брайтон Бичтеміз. Брайтон Бичте СНГ-дан ТМД елдерінен көшіп келген азаматтар өте көп тұрады екен. Сондықтан көп жазулар орысша, осындай жазулардың көп. Мысалға мына жерде Ташкент деген супермаркет бар. Қазір алдымызда сондай нәрселер көп. Вечно молодым, вечно пьяным. Міне Брайтон Бичтегі мысалға орысша нелер көп. Мысалға Золотой ключик деген супермаркет бар. Тамақтар осындай нәрселер. Мысалға мынау гастроном Аркадия. Осындай орыс атпен өте көп. Осындай жақындасаңыздар, жазулар, орысша жазулар өте көп. Требуется продавец деген сияқты сондай сөздер өте көп. Мына енді әдемі үйлер. Брайтон Бичтегі сәл әрірек, уже теңіз бар. Осыдан мүмкін 100 метрден кейін ба. Міне бір Ресейде жүрген дейміз. Аптека деп орысша. Біз Нью-Йоркта Назира үйіне қонаққа шақырған. Ет тамақ керемет қылып пісірген екен. Америкада ет тамақ жейміз деп ешкім ойламады. Әлібек, келіншегі Ләззат, мен камерамды дұрыстап алайыншы сол кезде. Әлібек, келіншегі Ләззат, Назира, оның жолдасы жұмыста, Асхат. Назираның осы үйдің иесі, осы бізге керемет етіп американский тамақ қылып жасады. Шынымен де қазыма или өтірік қазыма? Шын қазыма? Мен қалай таптыңдар? Неден? Неге айтуға болмайды екен полицияға? Қылмыспен алды ма, жылқыны сойып. Work and Travel'мен келген қарындасымыз Айдана, да? Айдана. Сенің атың? Амина. Амина жас отбасының үлкені. Сосын? Назерке. Олар Work and Travel'мен келді. Қазір Вермонтта, Бурлингтонға жұмысқа барады. Өте сәттілік тілеймін. Өте күшті жастайынан барған. Енді ары қарай жақсы гүл мен келіншегім. Сосын мен. Рахмет. Қазір Нью-Йорк штатынан Чикагоға бармақшымыз, бірақ Иллинойс штатындағы прямой рейс болмағандықтан біз Каролина штат арқылы Шарлотт деген қалаға қонамыз. Сосын ары қарай транзитпен қайтадан Чикагоға барамыз. Қазір Америкада, Нью-Йоркта уақыт деген 4:46 кетті таңғы, 6-да таңғы 6-да шығамыз, сосын түске дейін Чикагоға барамыз. Америкадағы ақылы жолдардың түрі. Қазір біз автобус болғандықтан ол алдын ала компанияның автобусы болған соң алдын ала төленген шығар. Көрейік қалай өтетін.
келе жатырмыз. Барлығы өздерінің ипас деген, зипас деген бар, өтіп кетеді, содан ақша шешіледі. Наличка төлейтін жолдар бар ма білмеймін оны. Өттік ақылы жолдан әрі қарай Нью-Йоркке бағыттап баратырмыз. Бәрі маска киіп алған. Маска кимегендер жоқтың қасы, мен байқамадым. Автобустың ішінде 10 шақты адам бар, бірінші этажда 1-2 адам, үстінде 5-6 адам. Келе жатырмыз. Бұл жерде полиция тұр екен. Біреуді ұстап алып, егерде көбісі қатты жүріп кетеді екен, сол кезде полиция ұстауға мәжбүр болады. Белгіленген жылдамдық егерде мысалға 60 миль в час болса, көбісі баяғылар. Мына жерде мысалы көпір болған соң 55 миль в час қойып қойыпты. 55 ал кейбір қарамай оған 65-пен асылып жүреді екен. Сондай ережені бұзатындар бар екен. Мен кеше жүрген кезде өзі трассада Калифорнияда қатты жүргенде көп байқадым. Міне көпір. Трактор қасымыздан кетіп жатыр. Осындай трактор көп өте. Айтпақшы көп естуімше осы тракторға ТМД елдерінен көшіп келген қазақтар, орыстар, белорустар көшіп келген тракторға жүргізуші болуға тырысады екен. 2-3 ай оқып правасын алып, сосын айына кемінде $10,000 ақша табады екен. Тек бір ғана минусы отбасымен отырмайды, 3-4 апта алып кетіп қалады, 3 апта, 2 аптаға. Осыны келіп 1-2 күн қайтып демалып, қайтадан жолға шығады. Ал плюсы ақша өте көп табады екен. Әр мильге ақша тауып отырады. 1 мильге ұмытып қалдым. 1 мильге 40 цент дедім, 60 цент дедім ма? Есептейді екен. Сондықтан Америкада дальнобойщик болу өте кірісі жоғары мамандық екен. Сондықтан алғашқы 1-2 жыл, 2-3 жыл адамдар көшіп келгендер дальнобойщик болады екен. Ақшасын жинап алсын, үй жайын сатып алып, кейін басқа айлықтарға барады екен. Actually, yeah, it definitely is. It definitely is because it's the water between New York and Jersey. Yes. We are entering to the Manhattan. Yeah. So Manhattan, among the Manhattan, the water. So, Yeah. yes. So under us, million tons of water. Terrifying. I'm doing the video for my Instagram, so it's interesting for us. Бұл Манхэттенға кіру жағы, жаңа біз бағана ақылы ақша өту бекетінен өттік, төлеп машиналарда Easy Pass деген тұрады, соны өз автоматтар төленетіндері бар, автомат түнде жоқ болса ақшалай төлейтіндері бар. Ең қызығы, қазір біз Манхэттен деген Нью-Йорктың орталығы аралы, оған кіру үшін біз немесе көпірмен үстімен, немесе астымен өтетін жол бар. Біз қазір астымен өтіп келе жатырмыз, яғни үстімізде миллиондаған тонналар су бар. Манхэттенді қоршаған өзен. Өзен дейма, көл дейма, Гудзон өзені бар ма? Осындай бір қызық жағдай. Қасымдағы жігіт те олда неден Вашингтоннан келе жатыр, олда да сондай сұрақпен айтылады, иә, солай шығарды. Солай қалаға мен осы егер санайтын болсақ, 3-ші рет Нью-Йоркқа кіріп келе жатырмын. Біз Мегабаспен Нью-Йоркқа жеттік. Міне алдымызда Гудзон. Ал біздің келген автобусымыз Мегабас деген Америкада танымал автобус компаниясы. Өстіп бізге Нью-Йоркқа келдік. Қазір метроға барып, қазір біз өз қонақ үйімізге заттарымызды қалдырамыз да. Сөйтіп барып қайтып шығамыз. Ең қиыны сумкамыздың аяғы сынып қалды. Бетті. Сондықтан өте қатты қиналып жүрміз, енді сумка сатып аламыз. Ең жаман нәрсеге жолда сынбаған. Біз қазір Нью-Йорктың атақты Центральный паркындамыз. Центральный парк көптеген кинолардың төрінде, күшті жерлерінде түсіріліп жүрген. Мынау шеткі жағы күшті адамдардың қыдырып демалып жатыр. Мына жерде осына тау тастың бір қалдықтары. Кезінде Нью-Йорктың негізін қалаған кезде қаланың барлығын керемет үлкен қала қылып жасау жоспарда болған. Оның үстіне осы Центральный парктың орнында да көшелер түсу керек болған.
кейін қала қатты дамыған кезде, Манхэттен бүкіл үйлер салған кезде халықтар қарсы болып, бір жасыл аймақ қалу керек екен деп шешім қабылдап, осы Центральный парктың аумағына тимей, ғимарат салмай, адамдардың демалуы үшін осындай орын қалдырады. Бұл бүгінгі күнге дейін күшті жұмыс істеп тұр. Нағыз адамдардың демалыс орны. Мына жерде көпір көріп тұрсыздар. Көпір, осындай көпірлер өте көп. Мен саны есімде емес, біреуіне ұқсамайды, қайталанбайды. Әрқайсысы бір ерекше стильде, ерекше бір формада жасалғандар. Мекта мысалға жастар не ойнап, мына жерде крикет па? Кім жақсы біледі, бұл спортты астына айтып жазып жіберсеңіздер болады, болмаса айтып жіберсеңіздер. Бейсболға, мынау бейсбол болу керек, иә, бейсбол болу керек, биталары бар, сосын қолғаптары бар, мынау крикет болу керек. Міне мекта ойнап жатыр. Американдықтардың сүйіп ойнайтын спорты білесіздер, ол біріншісі американский футбол, екіншісі осы бейсбол. Бейсбол жұлдыздары бұяқта тіпті кино актерлардан да қатты жақсы көрек кереді. Let's go, Joey! Joey! Get a three, Joey! Oh, Joey, go! Joey, go! Үлкен кісілерде жастарда ойнап жатыр. Take that shit with you, Joey! Бірнеше топтар, ана бұрышта, ана бұрышта, ана бұрышта да ойнап жатыр. Иттер кіруге болмайды делген, именно спорт алаңында. Мына жерде спорттың қатысып жатқан адамдардың отыратын орны. Міне, тура әрі қарай шамалы метр жүрсек, осындай небоскрептер тұр. Су ішетіндер өте халыққа ыңғайлы жасаған, кез келген жерде таза су ішсе болады. Ана шығатын жер екен ғой. Is this a cricket? This is cricket, yeah. Yeah. It's not really cricket. Oh, whoa! Why it's not really cricket? Because he hasn't got a wicket, he's got two boxes. Two boxes, I see. What? Is that make two wicket? I think it is a make-do wicket, right. And it should be on grass, not on... It should be in the grass, yes. Wow! But he don't have a choice. That's The grass is they give busy. the grass to the baseball, they don't Yes. give it to the cricket. Yes. Oh, she's waiting for me. Мынаны қараңыздаршы, қандай табиғаты керемет. Биік талдар, тау тас сияқты. Үстіне қасында жүрген кезде бір таудың жүрген сияқты. Қалаға өте таңсық нәрсе. Қаланың ішінде әлемнің астанасы дейді, Нью-Йоркта. Үлкен қала. Бұл жерде табиғатты көру кейде қиын. Қаланың ішінде жүрсеңіздер, бір ғимараттардың бір орманы сияқты. Бірақ мынаған қарап, бір басқа әлемге түсіп кеткендей боласыздар. Көп кинолардан көріп жүрмін. Осыны қатты ұнайды екен. Осы жерде тұрып, кешке таман серуендеуге өте жақсы жер екен. Мына хэштегпен қарасаңыздар, мүмкін көп ақпаратқа алуға болады. Алыстап кетеміз. Мына қарасаңыздар. Мына кішігірім көл. Балық аулап жатқандар бар екен. Бір парктың ішінде қаншама қызықты жерлер бар. Футбол ойнайтын жер бар, крикет ойнайды. Тау сияқты орындары бар. Мынау көл сияқты жерлер бар. Қазы мен үйректе жүр екеуі де. Бұл крикет ойнап жатыр, бейсбол ойнап жатыр. Балалар ойнайтын алаң бар. Серуендейтін жер бар. Велосипед ойнайтын жер бар. Ат жүреді. Балықтар балық аулап жатыр ма, білмеймін. Шөп жеп жатыр ма астынан. Үйректер. Мынау қазы. Қазы әдемірек негізі үйректен. Көрі.
осындай иттермен, сүйкімді иттермен адамдар қыдыруға шығады. Ит бұларға өте үлкен дос. Біз қазақтар айтамыз ғой, ит біздің досымыз деп. Көп ұлттар бар. Бұл жерде шын мәнісінде иті барлар әйтеуір ұзақ мерзімге. Кивиге ұқсайды екен анау құс кивиге ұқсайды екен. Кивині өмірде көрген жоқпын, суреттен ғана көргенмін, басы қысқа. Ит деген серуендеуге амал жоқ, мәжбүрлеп алып шығатын жануар ғой. Сондықтан оларға салауатты өмір салтын ұстанып жүруге үлкен септігін тигізеді. Ау, фотосессия жатыр ма? Мына жерде фотосессия жатыр, өте сүйкімді. Кішкентай балаларын түсіріп. Иә. Егерде Америкаға келіп қойғаны? Егерде Америкаға көшетін болсаң, қай қалаға барар едің деп сұраса, ішінде тізімде Нью-Йорк болу жоқтығын. Енді қазір ойлаймын, осындай керемет халыққа, адамдарға мүмкіндік жасаған қаланы қалай сүймей, қалай осы жерде тұрмауға болады деген сияқты қазір менде сұрақ пайда болды. Сондықтан шығар көп жерде Нью-Йоркты қатты жақсы көреді, адамдар көп келеді. Мен басында түсінбегенмін, Нью-Йоркты не үшін жақсы көреді. Ақша көп қала, ол жағынан сөз жоқ. Ақшасы ақштағы ең ақшасы көп, айлықтар ең көп, халқы да көп, ең ақшасы оғырланған жер. Бірақ адамға өмір сүруге қолайлы емес деп есептейтін тұғымын. Бірақ бүгінгі менің Нью-Йоркты аралауымда пікірім өзгеріп жатыр. Міне баспалдақтар ары қарай бір тауға мінгендей әсер алуға болады. Осында Нью-Йоркта бір қызық, загар алып жатқан адамдар өте көп. Мысалға, мына кісі загар алып жатыр, барлығын бір пляжда жатқан сияқты. Анау қыз осылай ешқандай алыстағы пляжға бармай-ақ, Майамиге бармай-ақ, өстіп күн астында жатып, аппақ теріні тегін загар алып осы жерде жатуға болады. Мен тіпті кішкентай Манхэттен орталығындағы кішкентай парктарды көрдім. Соның өзінде адамдар үстіңгі киімдерін шешіп күн астында жатқандарын байқағанмын. Осында тегін загар алудың мүмкіндігі бар. Иттердің ойнауы өте күшті, бір ақылды иттер. Лақтар да кеп береді, Иттер мені ойнатшы деп жүреді, иттер кәдімгідей. Ана ит добын лақтырып жіберді. Біздің баратын жолымыз. Нью-Йоркта осында пиццериялар өте көп. Кейде отырып $1 $4 дейін бір тілігін алсаңыз жетіп жатыр. Тоясыз. Бір тілігі өте деу. Мынандай болады. Адам бір спокойно тояды. Осын бір кола алсаңыз, жеткілікті асыққан кезде. Өте кейбір жерлерде $1 тұратын жерлер бар. Итальянский жер таңдадық. Манхэттенге барсаңыз ашық алмайсыздар. Joy's Pizza деген сияқтыларында Манхэттенде өте көп, өте дәмі өте керемет. Макдональдске бармай, осындай итальяндық таза мықты пицца жесе болады. Нью-Йорктың парковкалары осындай. Үстіне машина мініп тұрады. Міне біз кешкі Нью-Йорктан кейін қазір аэропортқа кетеміз. Бәрін көріп үлгерген жоқпыз. Сонда да тағы да келесі келген кезде қарайтындай себеп болсын деп, келуге себеп болсын деп қазір қайтып баратырмыз. Қош бол Нью-Йорк. Қазір біз аэропортқа кетеміз. Біз қазір лифт таксисінде шақырдық. Нью-Йорктың орталығын Манхэттеннан JFK аэропортына, Джон Кеннеди аэропортына $60 шықты. Бұл арзан тарифпен 10 минут күткенімізбен. Әдеттегі сәл қымбат болады. Қазір біз Манхэттеннан шықтық. Мен ойымша анау судың астынан өтіп жатқан туннель.
қаладан Манхэттеннен шығып ары қарай аэропортқа барамыз. Өстіп біздің сапарымыз Нью-Йоркке осы сапар бойда бітеді. Ары қарай алдымызда тіркелуден қалып қоймас үшін біз метромен барамыз деп ойлағанбыз, бірақ қалып қоймайық деп таксиге отырдық. $60 Қызылорда үшін, Қазақстан үшін қымбат ақша, бірақ алайда рейстен қалып қоймас үшін осындай шешім қабылдадық. Біздің есептеуіміз бойынша 25 минутте барады қазір. Бірінші терминалға чек-инді Turkish Airlines'дан өткен соң ары қарай елге бағыт аламыз. Біз Джон Кеннеди аэропортына келдік. Бұл жерде барлық аэропорттағыдай ковидке қарсы, ковидке тексеруге байланысты ПЦР тесті нәтижесін сұрайды, отрицательный болу керек. Егер де болмаса, осы жерде тексеріп жатқан адам ары қарай регистрацияға жібермейді. Сондықтан барлығында келгендерде ПЦР тесттің нәтижесі ковидке байланысты жоқ деп шығу керек, сол кезде ғана кіргізеді. Кім білмейді ПЦР тесті келсе, оларды кіргізбейді. Бізге бір артықшылығы, біз сәуір айында әйеліміз екеуміз вакцина алғанбыз, спутник деген 2 июньде алып, қазір паспорт вакцинациямыз бар. Соның арқасында біз қазір сол паспортты көрсетіп, Қазақстанның ережесіне сәйкес кіргізеді деп, сонда бізді кіргізеді қазір. Сондай бізге қазір рұқсат берілді. ПЦР тесті болмаса да, егер де температураң болмаса, ешқандай проблемасыз кіріп кетесің. Сондықтан бізде осындай артықшылық бар. Оны біз білмедік. Егер де бізде вакцина алмаған болсақ, біз Нью-Йорк қаласында ең арзаны $200 көрдік ПЦР-ді. Сонда еліміз екеуміз $400 төлеп ПЦР тесті бір күннен кейін ғана ала аламыз, 24 сағаттан кейін ғана. Егер де сол күні керек болса, яғни Қазақстанға кіретін кезде 72 сағаттан ас болу керек. Сол күні болса $300 болады. Сонда $600-ды тек қана ПЦР тестке 2 адам төлеу керек. Сондықтан біз қазір вакцина алған арқасында бір пайдасын көріп отырмыз. $600-ды бізді шығын болмай, осындай ұзын кезекке тұрмай, паспорт вакцинасы көрсетіп, оңай чек-инге регистрацияға қазір кіреміз. Қазір біз киімімізді ауыстырып алдық. Өйткені аэропортта ары қарай самолетті салқын болуы мүмкін. Ары қарай қазір жол жүреміз. Осындай жаңалық, сондықтан вакциналанған азаматтарға сапарға шығу оңайырақ болады екен. Қазақстанға кіру оңайырақ болады екен. Қазақстанда егер де ПЦР тестінің болмаса кіргізбейді, бірақ Қазақстан Республикасының азаматы Қазақстанда рұқсат етілген вакциналарды алып, 2 июньде алып, паспорт вакцинациясы болса, олар ешқандай мәселесіз Қазақстан территориясына кіруге рұқсат бар. Машинамен болсын, ұшақпен болсын, пойызбен болсын, паспорт вакцинациясы бар болса, ешқандай мәселесіз кіре алады. Осындай жаңалықтың өзім жақында естіп, өзім көріп, бас санитар дәрігердің қаулысын оқып шығып, сол кезде көзім жетті. Сондықтан ары қарай көреміз енді. Рахмет бәріңізге. Сапарға шықсаңыздар, барлығының жол. Осы аэропорт, осы Turkish Airlines'ның тіркеуісі. Біз соңғы жағынан бізге ден кейін келген адамдар бар. Біз асықпай кіреміз деп шештік. Қазір сәл адам азайсын, адамдар арасында қысылысып, басқа да адамдарға әлеуметтік дистанцияны бәрібірде сақтайық деп, сондықтан алыстан өттік. Осы жерден бірінші тіркеуден өткеннен кейін, тіркеу ар жағында, тіркеуден өткеннен кейін мына жаққа посадочный талонмен келіп, осы жерден өту керек. Олар тексереді. Американың шекарасы сияқты ғой. Ары қарай енді біз бүкіл заттарымыз шығарып, осы жерден тағы да соңғы жүктеріміз тексеруде өтеді. Қазір отырғызу басталды. Енді біз туннель сияқты адам өте көп. Стамбулға баратындар, Стамбул арқылы басқа елдерге баратындар бар, өте көп. Ішінде шамалы қазақтар да бар. Мен ойлағанмын, бір ғана, екі ғана тексеру болады деп, осымен үшінші тексеру сияқты. Бірінші ақш-тың көліктегі бақылау департамент па, әкімшілігі ма, администрация деп аталады, сол. Одан кейін тағы да паспорт тексеретін ақш-тың бір қызметкерлері. Одан кейін тағы заттарды, сумкілерді, киімдерді тексеретін тағы бір ақш-тың қызметкерлері. Ол жерде аяқ киімге дейін шешу керек. Өкінішке орай бұрында кроссовка болса шешу керек жоқ еді, өйткені ішінде темір ештеңкесі жоқ. Тек туфли шешеді. Қазір енді кроссовкада шешу керек болды, жалаң аяқ жүру керек болады. Одан кейін осы отырғызуға керек кезінде посадочный талонды көрсетіп, ары қарай кіреміз. Сонымен біраз процедуралардан өттік. Енді тек отырып орнымызға орналасып
енді мен ойлаймынша шаршағанымызды басып ұйықтаймыз. Бас шешілмейді, әрдайым осып отырамыз. Бәрі жақсы шаршадық. Елге барып демаламыз. Ladies and gentlemen, please maintain your social distance while you're in the air. We also remind you to wear your mask, covering your nose and mouth. Thank you for your cooperation. Біз әдейі соңына таман кірдік, кезекке көп тұрмас үшін. Бәрібір самолет ұшып кетпейді. Соңынан кірсен де, басынан кірсен де сол тиесілі орның болады. Сондықтан адамдармен араға қиналмай, соңынан кірген абдал деп ойлаймын. Міне керемет қала. Нью-Йорк әлемнің астанасы деп аталған Нью-Йорк күндегі көрінісі арғы жағы бері жағы көп білінбейді. Бүкіл энергетика қуаттары осындай қалаға жетіп тұрған жағдайы бар. Деген әдемі қала. Әлемдегі ең мықты мегаполистердің бірі. Ол Лондон, Токио, Нью-Йорк сияқты осындай кең таралған қала. Агломерация бұл әрине Нью-Йорктың орталығы мен шет жағы.